Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге витаминге толы салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен қажет болады 1 штук қызылша. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қаншалықты жасағыңыз келеді, сонша қызылшаны пайдалансаңыздар болады. Осылай қызылшамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін 1 штук алмамызды 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Алманың сыртқы қабығын алып қажет емес. Өздеріңіз білесіздер, алманың барлық витаминдері осы сыртқы қабығында болады. Сол үшін алманың сыртын ашымаңыздар. Одан кейін жарты банка кукуруз салатын боламыз. Шым-шым тұз салыңыздар дәмі кіру үшін. Егер сіздер қызылшаға тұз салып пісірген болсаңыздар, тұз салып қажет емес. Одан кейін үстіне майонез қосасыздар, немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын, ас болсын.